Ассалаумағалейкум. Мен каналымда айтқан болатынмын, что менде 50 мыңның аккаунтында минус 4,5% болды деп көрсеткен болатынмын. Міне осы скрин. И одан кейін мен айттым, что осы сделкаларды қалай Алланың қалауымен мен минустан шығаратымды ютубқа көрсетсем қалай болады деп айтқанда адамдар реакция қойып, қолдау жасап, одан кейін жарайды, істеймін деп осы трейдті бүгін жазған болатынмын. Сосын жазғаннан кейін қарасам, микрофонсыз жазылған екен. Тупо пустой картинка. Ешқандай звук жоқ, ешқандай нәрсесі жоқ. Сосын не енді қазір бля уже тейк болған позицияға жасаймыз. Кстати, осы голосовойды мен чатқа жібердім. Блин, короче, осы трейдтен нөлден бастап видео жазған ғой. Ё-моё. Ана каналға салам деп айттым ғой, минустан қалай шығаратынымды. Қазір қарасам, звуксыз етіп алды. Ту, ё-моё. Вроде басқан болатынмын микрофонды таңдаған кезде. Туф, ё-моё, блин. Енді ладно, сосын көреміз енді. Уже келесі жолы. Міне қараңыздар, бүгін менде осындай позиция болды евро-доллардан. Қазір біз дексені ашсақ, мен дексиға қарап, осы сделканы аштым. Міне мен негізі осының барлығын анау видеода істеген болатынмын. Просто, блин, жестко подвел меня. Қараңыздар, қандай тема болды осы жерде. Міне біз мынау хайда апдейт еттік. Внутренняя ликвидность, внутреннее движение болып жатыр. И осы лоу бізде индюсмент болды. И мен закрытый чатқа айтқан болатынмын, что екі сценарий бар. Біріншісі ол осы снятие ликвидностьтан, снятие индюсмента. И екінші ол гэп. Гэппен біз қалай жұмыс істейміз? Допустим, міне бізде гэп тұр да, бізде мұнда гэп тұр, и біз Фибоначчини алып осы жерге лақтырамыз. И осы 0,5 зонадан тесттен и повторный ретестпен позицияға кіруге болады. Бірақ бірінші сценарий бізге жеткілікті болған екен. Ал енді евро-долларды ашсақ, бізде так, осыны барлығын өшіре салайық, оның барлығын мен анау бірінші жазған видеода көрсеткен болатынмын негізі. Ладно, қараңыздар енді. Осы жерде бізде қандай жағдай болды? Қалай, не болды бізде? Дексені қарасақ, допустим, 4 сағаттық или дневной таймфреймді бізде негізі стримда мен айтқан болатынмын, что осы хай бізде индюсмент. И негізі қазіргі цель ол осы индюсмент. Бірақ ары қарай баға не істейтінін әлі білмейміз. Так что бірінші бізге осыны алып, дальше коррекциямен болсын движение жасап, уже дальше low или high. Оның барлығы көре жатармыз. Әзірше қазір бізде евродан позиция болды. Ол қалай алынды? Қараңыздар. Міне осы жерде бізде снятие болды. Міне дексені қараңыздар. Дексіда прям отчетливо тұр. High апдейт етілді, low алынды, индюсмент, то есть мынау индюсмент. И уже реакция алып біз лонг кеттік. Қанша RR, қанша стоп-лосс, пипс барлығын қазір көрсетемін. Міне біз осы сделканы 10 жарымда аштық. Стоп-лосс менде 12 пипс болды, потому что 5 пипс кішкене аздау болған екен. Осы хайға қойдым. И в общем менде 3 RR шықты. Негізі барлығы жақсы өтті. Процесс сделканың видеосын жазған болатынмын. Осыны қарап кетсеңіздер, кішкене там 5-10 секунд. Міне. لو كنت ميز حلال من حرامه ويوم افترقنا الضحى يعز مفقود حسيت بالكون يوم. Все, так, көрген шығарсыздар. Ал енді бізде қандай негізі план бар? Қазір план туралы, блин, дексені мен осы жерде көргім келеді. Оны тосу керек, күту керек, тосамыз. Ал осы форматтағы видеоларды біз не істейміз? Қараңыздар, мен каналда жазған болатынмын, что минустан шығаратымды көрсетейін бе деп сұраған болатынмын. И осы неден мен видео жазып отырмын. Негізі мен ойлаған болатынмын, осы минустан шығару үшін 2-3 позиция керек болады деп. Бірақ мен бір позициямен шығардым, Аллаға шүкір. Ал енді дальше қалай болатынын мен білмеймін. Енді сіздердің қолдауларыңызға қарай көреміз енді. Қалай болатын, ұнаса сізге осындай формат, маған ұнаса, маған комфортный болса, онда Алла қаласа біз істеп жатарымыз. Вот, әзірше осылай болды, осылай позиция біз алдық бүгін бізде екінші сделка болды, соны алдым. Ол қалай алынды, соны сразу түсіндіріп кетейін. Евродан екінші сделка алдым, осыны, міне осы трейдтер бүгін болды. Вот, осы трейдтердан алып, қалай алдым деп сұрасаңыздар, мен дексиға қарап, 1 сағаттық таймфреймге қарап, міне осы жерде біз индюсмент шешілгенін көріп тұрмыз. И осы жерден уже шорт алына бастады менде. Вот 5 минут ретесттер көп болды. И евроны мен осылай аштым. Міне 1 сағаттық таймфреймге қарасақ, міне четко индюсментті алып, міне хай обновление болды.
и осы индусменттан реакция беріп сделкаға кірдік. Негізі менде take profit негізі менде осы жерде тұрған, негізі take profit. Бірақ осындай жағдайдан кейін, осы көп неуверенный моменттер болған соң мен тейкімді осы High Азияға қойдым. Нормально, шүкір Аллаға, біздің аккаунтымыз минус 4,5% болды, просадкада болды. Қазір менде, қазір айта кетейін, қазір менде 3,5% плюс. В общем, бүгін 8% жасадық. Шүкір Аллаға, жақсы. Енді дальше қалай болатынын көрсетіп отырамын. Ассаляму алейкум.